Мен Алтай Айылым Жайдарқызы Жамбыл жоғарғы медициналық колледжінде емдеу ісі мамандығында 1-ші курста оқимын. Мен өзімнің туған өлкем жайында айтар болсам, мен өзімнің туып өскен ауылым жайында айтамын. Мен Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Бірлік ауылында туылып өстім. Менің туылған ауылымның тарихына тоқталатын болсам, менің ауылымның тарихы 1957-1997 жылдар аралығында Қаракөл қойын өсіру үшін көктерек кеңшары болып құрылды. Бірлік ауылының аудан орталығы Мойынқұм ауданы. Мойынқұм ауданынан оңтүстік-шығысқа қарай 60 км жерде орналасқан. Менің ауылымда аурухана, балабақша, спорт кешені және саябақтар бар. Менің ауылымда халық қаһарманы Қайрат Рысқұлбековтың атына берілген мектеп бар. Мен 11 жыл бойы сол мектепте оқып бітірдім. Мен өзімнің туған өлкеме мақтанамын және де мақтаныш етемін. Туған өлкемнің тарихы менің тарихым. Жетегін еріп жалғанның қалаға жедел жетіппіз, артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспаным араласамдай жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Арайын төгіп аспаным араласамдай жер-жерді, атозған ауылдастарым сағынып жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетіне түнгі аспанның дау сағындым, түнейтін соның шетіне құрдастарым дау сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым.